Көсемәлі Сәттібайұлы, әппақ шар туралы әуезе. Жаймашуақ бір таң еді, көк аспан, аппақ бұлттарға толы, ал кішкентай бала саябақта армандай қарап тұрды. Кенет оның көзіне көкке баяу көтеріліп бара жатқан аппақ шар түсті. Шар еркін, жеңіл, аспанға қарай самғап барады. Бала шарға ұзақ қарады. Оның жүрегінде бір тәтті арман оянды. Мен де осылай биікке самғасам ғой, деп ойлады ол. Ол шардың соңынан жүгіре жөнелді. Жүгірген сайын үміті де, арманы да бірге қанат қақты. Бірақ жолында кішкентай кедергілер кездесті. Бала бір сәтке тоқтады. Бірақ жүрегінде сенім оны алға жетеледі. Шар алыстап көкжиекке сіңіп кетті. Бірақ бала мұңаймады, өйткені ол бір шындықты түсінді. Арман қол жетпес емес, сенсең, талпынсаң, әркім өз аппақ шарына жете алады.